Кайырлы күн достар, бүгін қысқа өте дәмді салат дайындаймыз. Бұл салатты нанға қосып жесеңіздер де болады. YouTube арнама міндетті түрде жазылып, қоңыраушаны басып, все дегенді таңдап қойыңыздар. Алдағы уақытта тегін мастер-класстарды жіберіп алмаңыздар. Бәріңізге жауап көруге кеңес беремін. Видео ұнаса лүпіл басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Ендеше салатты жабуға кірісеміз. Бізге осындай ингредиенттер қажет болады. Банканың крышкасын осылай қайнаған суға 4-5 минуттай қайнатып аламын. Ал банкаларды содамен жақсылап жуып, банка ысығанша булап залалсыздандырып аламыз. Жақсылап жуылған қызанақ пен тәтті бұрышты ет тартқыштан өткізіп аламыз. Қызанақты мясорубкаға сиятындай етіп бөліктерге кесіп алып саласыздар. Екеуін мясорубкадан өткізіп болғаннан соң үстіне сұйық май құйып, орташа отта бүлкілдетіп 1 сағаттай газға қойып қайнатып аламыз. Және салатты қайнатқан кезде 5 минут 10 минут сайын араластырып отырыңыздар. Асты жабысып қалмау керек. Кубиктеп туралған пиязды ыдысымызға сұйық май құйып, қызған сұйық майға пиязымызды салып жақсылап қуырамыз. Пиязы жұмсарғанша қуырамыз. Чеснокты ұсақтаймыз. Мясорубкадан өткізсеңіздер де болады, теркадан өткізсеңіздер де болады. Мен ұсақтап турадым. Ащы бұрышты да ұсақтап тураймыз. Содан кейін жақсылап жуылған укроп пенен петрушканы тураймыз. Осындай жерлерін алып тастаңыздар. Қызанақ пен тәтті бұрышымыз 1 сағат қайнағаннан соң, осылай бүлкілдеп қайнағаннан кейін, оған қуырылған пиязымызды қосамыз. Сарымсақ пен ащы бұрышты қосамыз. Петрушка мен укропты және қант, татымына қарай тұз қосамыз. Мен граммдарын описанияға қалдырып кетемін. Барлығын қосқаннан соң 40 минуттай орташа отта бүлкілдетіп тағы да бір қайнатамыз. Және 40 минут қайнауға 5 минут дайын қалған кезде 70%-лық біраз қасық уксус қоссаңыздар да болады. Бірақ бұл салат уксус қоспасаңыз да атылмайтын салат. Енді стерилденген банкамызға ыстықтай салатымызды құйып шығамыз. Егер салатты тура осылай дұрыс қайнатсаңыз, банканы, крышканы жақсылап стерилизовать етсеңіз, күн түспейтін салқын жерде сақтасаңыз атылмау керек. Погребте сақтағаныңыз дұрыс. Менде погреб болмағандықтан холодильникке сақтаймын. Суға қайнатқан крышкалармен бетін жабамыз. Осындай темір қақпақты жақсылап закатывать етеміз. Закривашкамен дұрыс жапсаңыздар, салаттың атылмауына да себеп болады. Жауып болған салатымызды төңкеріп, осылай жылы нәрсемен бетін жауып, суығанша қалдырамыз. Суығасын, содан кейін погребке жіберсеңіздер болады. Менде погреб болмағандықтан холодильникке сақтаймын. Достар, видео ұнаған болса, достарыңызға поделиться етіп, лайк бас, каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Келесі жаңа видеода кездескенше, астарыңыз дәмді болсын.